Қайырлы күн балалар. Бүгін сендер 2 немесе 3 амалдан тұратын санды өрнектер деген тақырыпты өтесіңдер. Сен осы сабақта санды өрнектерді құруды және олардың мәнін табуды жалғастыратын боласың. Алдымен амалдардың орындалу ретін анықтап ал, сосын мына өрнектердің мәнін тауып көр. 3-ке 8-ді көбейтіп 4-ке бөлеміз. Ал азайту мен көбейту амалы берілген кезде сен көбейту амалының бірінші орындалатынын білесің. Екінші тапсырмада өрнектерді алдымен құрастырып аласың. 10 мен 4-тің көбейтіндісіне 45 пен 5-тің бөліндісін қосу деп тұрса, сен 10-ға 4-ті көбейтіп, 45-ке 5-ті бөліп, сосын екеуінің мәнін қосасың. Ал 3 пен 2-нің қосындысына 54 пен 46-ның айырмасын көбейту керек болса, сен 3 пен 2-ні қосып, 54 пен 46-ны азайтып алып, 2 өрнектің мәнін көбейтесің. Әрі қарай өрнектердің мәнін тауып көр. Тағы да амалдардың орындалу ретін анықтайсың, өрнектердің мәнін табасың. Сосын 4-ші тапсырмада жазбалар бойынша есептер құрастырасың. 8-ге 3-ті көбейтіп, 10-ды азайту керек. Ол үшін қандай есеп құрастырасың? Сосын 2-ші есебіңде 40-қа 5-ті бөліп, 20-ны қосу керек. Сосын 5-ші тапсырмада өрнектерді ықшамдау. Ал енді ретімен қарайық. Амалдардың орындалу ретін анықтайсың, сосын өрнектердің мәнін табасың. Сосын 4-ші тапсырмадағы 1-ші өрнекке есеп құрастырамыз. Мысалы, алма 8 килограммнан 3 жәшік болса, олардың барлығы неше килограмм екенін алдымен тауып алу үшін 8-ге 3-ті көбейтесің. Одан кейін 10 килограмм сатып жіберсек, қанша қалды деген сұрақ қойып, осы өрнекті пайдаланасың. Екіншісінде болғаны 40 литр, әр ыдысқа 5 литрден құйса, қанша ыдыс қажет болады? Және оған тағы да 20 литр әкеп құйсақ, қанша бір ыдыста қанша литр қымыз болады деген есеп құрастырып, осы өрнекті пайдаланып мәнін табасың. Әрі қарай өрнектерді ықшамдау керек. Қосылғыштары бірдей өрнектерді көбейтумен ауыстыру керек екенін сен жақсы білесің. Әрі қарай қосу және азайту амалдарын орындап, қысқартып алып, орындап мәнін табу бізге оңай болады. Сергіту сәтін жасайды, ұмытпаймыз. Сосын сызбалар бойынша амалдарды орындаймыз. Бірінші қосу амалы орындалады. Қосындының мәнін тауып алып, 17-ні азайтамыз. Ол өрнек қалай болады? Ал екінші сызбада 6-ға 3-ті көбейтіп аламыз, көбейтіндіні 2-ке бөлеміз. Үшінші сызбада 32-ні 4-ке бөліп, бөліндіге 48-ді апарып қосамыз. Сосын 24 пен 7 өрнегі мен белгісіз санның айырмасы 9-ға тең болса, бізде күрделі теңдеу пайда болады. Бірінші азайғышымыз 24 пен 7-нің айырмасы, азайтқышымыз белгісіз, айырманың мәні белгілі. Ол үшін күрделі теңдеу жай теңдеуге айналдырып аласың. Әрі қарай алгоритмі бойынша шығара бересің. Енді есеп құрастырасың. 2-ші сынып оқушылары құстарға арнап қатты қағаздан 28 жемсауыт жасаған. Қатты қағаздан 28, ал пластиктен 17 жемсауыт дайындаған. Барлық жемсауыттарды 5 ағашқа теңдей бөліп ілген кезде, теңдей бөліп ілді, сонда оқушылар әр ағашқа неше жемсауыт ілгенін табу керек. Ол үшін 28-ге 17-ні қосып 5-ке бөлесің. Сонда әр ағашқа 9 жемсауыттан ілінген болады. Әрі қарай тағы да өрнектерді оқисың, олардың мәнін табасың. Бірінші өрнек 76-ға 8 пен 3-тің көбейтіндісін қос деп оқылады. Екінші өрнек 7 мен 2-нің көбейтіндісінен 6 мен 63-тің қосындысын азайт. Үшінші өрнек 91-ге 18 пен 2-нің бөліндісін қосып 53-ті азайт деп оқисың. Әрі қарай балалар, мына сөз жұмбақты бірге шешейік. Өрнектерді жазып қойдым, мәнін тауып көр. Көлденеңінен уақытты анықтайтын құралды, әрине сағат дейді. Ең кіші 3 таңбалы санды 100 деп айтады. Бөлуге кері амал, ол әрине көбейту болады. Заттың бағасы мен санының көбейтіндісіне тең шаманы құны дейді. Заттың құны. Ал ондықтар разрядынан кіші разряд, ол әрине бірліктер. Енді тігінен қарасаң, уақыттың өлшем бірлігі ай, геометриялық фигура түзу болып тұр.
Балалар, сендер осы сабақта өрнектер құрдыңдар, олардың мәнін таптыңдар, амалдардың орындалу ретін анықтадыңдар, өрнектерді ықшамдадыңдар, және берілген өрнек бойынша есеп құрастырдыңдар. Сендерге сабақ берген Гүлзина Жақсылық. Маған қоятын сұрақтарың мен ұсыныстарың болса, менің WhatsApp нөміріме хабарлассаңдар болады.